Баршаңызға сәлем достар. Өте дәмді болып шығатын түріктің маклюбе тамағын дайындаймыз. Ең алдымен етімізді турап алып, оны осы ыдыста май құйып қуырып аламыз. Әбден қуырғаннан кейін үстінен су құйып пісіреміз. 30-40 минуттай ол жұп-жұмсақ болып пісу керек. Одан кейін пиязымызды осылайша дөңгелек формада турап аламыз да бөлек ыдысқа салып қоямыз. Міне менде тәтті бұрыштар, оларды да осылайша турадым. Одан кейін картопты осылайша домалақтап турадым және сәбізді турадым. Негізінде баялды қосады, бірақ өз қалауымша бұрыш қостым. Енді жеке ыдыста күрішті жуып алып, алдын ала осындай астына аздап май құйып, мен кішкене кубик сары май салдым, сөйтіп осылайша қуырып алдым. Күрішімізді 5-10 минут қуырғаннан кейін үстіне су құйып, жеке осылайша ыдыста пісіріп алдым. Негізі күрішті ең соңынан пісірсе де болады, бірақ мен өз қалауымша осылайша жеке ыдыста пісіріп алуды жөн көрдім. Күріштің үстінен қайнаған ыстық су құйғаннан кейін дәміне қарай тұз салдым. Одан кейін куркума салдым. Куркума күріштің дәмін өзгертеді, әрі түсін өзгертеді. Өте әдемі болып шығады. Одан кейін қақпағын жауып, күрішті баяу отта пісіріп аламын. Енді табамызға май құйып, алдында дайындалған картофелімізді осылайша орналастырып, екі жағын аунатып отырып қуырып аламыз. Картопты қуырылғаннан кейін жинап алып, енді сол ыдыстағы майға сәбіздерімізді салып, тура солай аударып, екі жағын қуырып пісіріп аламын. Сәбіздерді ыдысқа салып алғаннан кейін тура сол майға тағы да туралған бұрыштарымызды салып, екі жағын аунатып қуырып аламыз, жұмсақ қылдырып. Негізі бұрыштардың орнына баялдыны тура солай қуырып алуға болады. Одан кейін ең соңғы процесс, осындай кастрюльді таңдап алып, ішіне сұйық май құйып, аздап үстіне туралған пияздарымызды орналастырамыз. Барлық пияздарды орналастырып болғаннан кейін қуырылған етімізді саламыз. Міне еттерімізді орналастырдық. Енді қуырылған сәбіздерімізді орналастырамыз. Сәбіздерімізді салғаннан кейін бұрыштарымызды саламыз. Одан кейін картопты да осылай орналастырып шығамыз. Енді піскен күрішімді осылайша барлығын салып шықтым.
осылайша жеке пісіріп алып салсаңыздар да болады, немесе бір жола осылай осы кастрюльдің ішінде күрішті салып қуырылған, үстінен су құйып тұзын салып пісіріп алсаңыздар да болады. Екі түрлі вариантпен де істеуге болады, бірақ мен жеке пісіріп алған күрішімді осылайша орналастыруды жөн көрдім. Күріштің барлығын салып болғаннан кейін қасықпен немесе ожаумен жақсылап бастыру керек. Ең соңында төңкерген кезде формасын сақтап қалу үшін. Еттен қалған сорпаны үстінен құйдым да қақпағын жауып, осылайша 5 минут пісіріп алдым. Енді кастрюльімізді осында үлкен табаққа төңкереміз де жан жағына салатымызды саламыз. Салат өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қызанақ пен қияр салаты және жанына кукуруза қосуға болады. Ас көктерімізді де турап үстіне әсемдеп саламыз. Содан кейін айранды осылай жан жағына құйып қоямыз. Міне біздің маклюбе тамағымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге де осы рецептпен дайындауды ұсынамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл Амантаева.